Қобланды батыр жыры. Кеше өткен заманда дін мұсылман аманда, қара қыпшақ Қобланды, атасы мұның Тоқтарбай, халықтан асып асқан болды бай. Байлығында есеп жоқ, айдалып бағып жайылды, 4 түлік малдың бәрі сай. Жаз жайлауы көзді көлді жайлаған, қалың қыпшақ жағалай. Тоқтарбайдың дәулеті, ішкен маш жеген тоқ, бай кедейдің көңілі жай. Қыз қыстауы қараспан көкке таласқан, ат үйірінен адасқан, әліп таңбақ пышақтың ата қозған алаштан. 80-ге жасы келгенше бір бала көрмей Тоқтарбай, қайғыменен қан жұтып ақылынан адасқан. Шөл иесі сұңқар қиясыз, еш нәрсе көрмей дүниеден, өтемін бе деген тұяқсыз. Тоқтарбайдың зарына қалың қыпшақ қайысқан, әулие қоймай қыдырып, етегін шеңгел сыдырып, жетіп бірге танысқан. Әулиеге ат айтып, Қорасанға қой айтып, қабыл болған тілегі, жарылғандай жүрегі, аналықтай бәйбіше қабырғасы майысқан, елуге жасы келгенде көзімді ашпайтын еден, өтемін бе дегенде. Сонда көрген арыстан бір ұл бір қыз атадан, қыздың аты Қарлығаш, Қобландыға қарындас. 6 жасқа келген арыстан туған Қобланды қазынадан қамқа киеді. Өзімнің еншім болсын деп тобылғы менді торатты, енші қылып мінеді. Қобландының тілегін бүкіл қыпшақ тіледі. Қайыры көп халқына, таулар күйіп тас жанған, 6 жаста баланың елбең деген зарпына. Өзі 6 жасында, кәмшат бөркі басында, тобылғы торат астында, қаршығасы қолында, тас седіген жолында. Жетіп бірге сыйынып баратұғын жолында. Тоқтарбайдың жылқыда 90 құлы бар еді. 90-ның бастығы естеміс деген ер еді. Естемісті көруге жылқыға бала жөнелді. Жылқыға бала барған соң, баурап малын алған соң, 90 құлмен естеміс риза тауып қалған соң, қолғанатпен құйрыққа енді Тоқтар кенелді. Қобландыны барған соң, естемсерің баулайды, күнде киік аулайды, кездеше жауын жаулайды. Жылқыда жатып Қобланды, екпін оттай қаулайды. Қаршығасы қолында, құмай тазы соңында, көрсе киік заулайды, естеміспен екеуі қонып жатса бір тауда. Намаз шамнан өткенде, құтпан мезгіл жеткенде, құлағына батырдың бір дауыс кеп шулайды. Ту сыртынан сол таудың бұрқыраған бу шықты, шуылдаған шу шықты. Бұл не қылған дауыс деп естемістен сұрайды. Айтпасына қоймайды, сонда естеміс сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді. Арғы астында бұл таудың Қызылбастың елі бар, жасыл байтақ жері бар, айтынды шалқар көлі бар, көкті маймақ ханы бар, неше мың сан жаны бар, қанша жайған халқына көрсетіп тұрған сәні бар, құртқа деген қызы бар, жұртына жайған назы бар. Ай астында аспанға құрды бақан қақтырып, алтын теңге аттырып, теңгені атып түсірген құртқаны сұлу сол алар. Соның даусы бұл дауыс көптен шыққан бұл хабар. Көңілің ауып шырағым, бұған болма ынтызар. Шарға салып басыңды, бола көрмесең құмар. Қанша айтса да естеміс барғысы келіп батырдың, түсірем деп атып дәл кәміл бірлер болса жар. Естеміс тағы сөйлейді, қой шырағым жассың ғой, қабырғаң сенің қатқан жоқ, омыртқаң өсіп жеткен жоқ, жіберуге қорқамын, тілімді алсаң рұқсат жоқ. Барғанмен кезек келместі, баланы көзге ілместі, бағып жатқан құртқаны 45 кез қызыл ер, шырағым тектен берместі, отырып бұлар кеңесті, мінген аты ал еді, қылшық жүнді қар еді. Тоқтау салды естеміс жібергісі келмей баланы, батаңды бер көке деп алдын артын орады. Жатқыламын естеке жеті кәміл бабаны, барғысы келіп батырдың тоқтамайды табаны. Естемісте еріңнің таусылғасын амалы, батасын беріп қол жайып жатқылады құданы. Үстіне сауыт кигізді, жанына бойлап болатты, беліне садақ ілгізді, тапсырдым деп жалғызға амандасып жүргізді. Жүрегі таймай баланың ерлігін кәміл білгізді. Тобылғы меңді торатпен дөңгелетіп жөнелді, атып жатқан жеріне іркілместен келеді. Келгендігін баланың көкті маймақ көреді. Айбадынан сескеніп баланы келген сынады. Қобланды дай төреді. Қазақтың ері келді деп көкті маймақ атасы кезекті бұған береді. Қолын алып толғанып қош жаурын жебені, ат үстінде шіреніп, кәміл бірлер сенгені, құрулы бақан басында екі бөліп шырды, ай астында теңгені. Құртқа көріп батырды, шашу шашып басына, бұралып келді қасына, нұрына тоймай түнгені, көзі көрмей өңгені, іздеген теңім келді деп патшаға салып жеңгені. Айтқан серттен қайталмай, 30 күнідай ойын қып, 40 күнідай тойын қып, қыз құртқаны бергені. Жұрдың жиып той қылып,
Пайғамбар Құдай несіпті аққа белін шешіпті, құртқасында сұлуды Қобландыдай батырға берейін деп жатқанын 45 кез қызыл ер хабарын мұнан есіпті. Меніменен күресіп жықса алар десіпті. Аты тонын олжалап аман қайтса жарар деп өзінше желдей есіпті. Бетіне жан қаратпай көңілі әбден өсіпті. Бұл сөз естіп Қоблан артыма жау қалдырман берсе Құдай несіпті. Мініп алып атына қызыл ерге келеді, келіп сөйлей береді. Қобланды келді, шықсын деп дауыстап хабар береді. Шықпағасын қызыл ер жүгіріп үйге енеді. Төсекте жатып қызыл ер Қобландыны көреді. Аяғыммен күресіп бір аяғын береді. Алпыс құлаш аларқан қызыл ердің үлілі босаға да тұр еді. Іліп алып аяққа, мініп алып торатқа дөңгелетіп жөнелді. Қызыл ерді сүйретті қылып үйретті. Ішінде шеңгел тікенге өкпе бауырын түйретті. Тақымға салып сүйретіп қабырғасын күйретті. Менсінбеген дұшпанын ақыл тауып үйретті. Көкпары қылып дұшпанын таумен тасты күңретті. Қорлықпенен өлсін деп қызыл ерді еңіретті. Тасқа соғып боршалап кеудесінен жан кетті. Домаланды жерге бас. Қобланды сынды жаспалап үстернына келтіріп құртқаға келіп сөйлейді. Көңілі ердің жерпініп. Сұлтаным не қылды екен деп құртқа сұлу жүгіріп алдынан шыққан ентігіп. Көктемге хабар береді, дұшпанның құтылып көңілдері жайланды. Жөнелтуге құртқаны көктім аймақ ойланды. Алтынмен ішін безеген сырты күміс ағытау келістіріп түсеген. Арттыруға сайланды 40 түйе қазына, 40 қол мен 40 күн қосып берді қызына. Ел жұртымен қоштасқан құртқасынды сұлудың жұрттан қалды назына, сөйлеген сөз базына. Көктім аймақ көрісіп, ертеңгі таң атқанда, шолпан жұлдыз батқанда. Жөнелтуге құртқаны жүгін артып жатқанда, Қобланды бала келеді, көктімге сәлем береді. Еншісін бөліп құртқаға бәрін де беріп жатырсың. Бергенің маған не дейді? Көктім аймақ атасы, шырағым балам кел дейді. Бергенім саған біл дейді. Төбеңде тұрған 4 бұл, еншің балам сол дейді. Жаз болса шығар күн жақтан, қыс болса шығар жел жақтан. Жау келсе түсер жау жақтан, шырағым балам сен дейді. Тапсырдым сені соған деп, енді атыңа мін дейді. Атасымен қоштасып, құртқан алып ұзатып, елге қарай жөнелді. Кәмілпірлер жебеді, ісі жөнге келеді. Мінген ата аледі, қылшық жүнді қареді. Қобландыдай батырың көшті тартып барады. Бірнеше күн жол жүріп, азған емес мол жүріп, өткен күнді санады. Бір күндері болғанда қалың жолдың үстінде, қалың жылқы жарылып, екі жақта қалады. Құртқасынды сұлуың кемеден басын шығарып, жылқыға көзін салады. Ортасында жылқының көгала бие жусап тұр, құртқаның көзі шалады. Тоқтатып қойып күймесін, ағытып тастап түймесін. Шақырып алып сұлтан деп Қобландыдай баланы биені көріп сынады. Мұнау жатқан көп жылқы кімдікі деп сұрады. Сонау тұрған биені мені берсеңді алғын деп батыр Қоблан. Мені берсеңді алғын деп батырға әмір қылады. Батыр Қоблан күледі, әзіл айтып іледі. Басымды оққа байлаған сені берсем құзғыртқа бір елдің малын аларым деп езу тартып күледі. Осы жатқан көп жылқы немере туған ағамыз. Сәлімбай байдың жылқысы жандай мені көреді. Не сұрасам да береді. Тағы құртқа сөйледі, сөйлегенде бүйдеді. Құлақ салып сөзіме бері таман кел дейді. Тобылғы меңді торатың жауға мініп шабуға жарамайды бұл дейді. Жансерік атың сұлтаным, көгала бие ішінде көк буырыл құлын бар. Жансерік атың сол дейді. Бұл сөзімді біл дейді. Құртқаның сөзін сынарсың, жылқысы болса ағаңның, ала көр бірақ сен дейді. Құртқаның сөзін естіп, қондырып көшін сол жерге, енді атына мінеді. Ойлау жермен орғытып, тегіс жермен сырғатып, аяңдамай желеді. Сәлімбай байдың 90 қол қара көжек бастығы сәлем беріп келеді, келіп сөйлей береді. Асқар төбе белсің деп, қатар көшкен елсің деп, ағамызға сәлемде келінін алып келемін, көрімдігін берсін де, келіні келіп көрсін де, қырықнарға артқан қазына бәрінде келіп алсын де, бұл сөзімен нансын де, көрімдігі құртқаның көгала бие жылқыда інім десе берсін де. Қара көжек ал сонда батырдың сөзін естіп, елге шапты жосылтып, бұрқыратып тозаңын желге қарсы езілтіп, жылқыға жау тигендей елдің шетін шошынтып, байға жетіп келеді, қаралатты көсілтіп, келіп сөйлей береді. Қобланды батыр жіберді. Ағама дұғай сәлемде, келін алып келемін, көрімдігін берсін деп, келін келіп көрсін деп, қырғынар қартқан қазына бәрінде келіп алсын деп, бұл сөзінде нансын деп, көрімдігі құртқаның көгала бие жылқыда інім десе берсін деп, Қобланды мені жіберді, береді деп биені үзбей отыр күдерді. Көжек сөзін естіп, Сәлімбай бай сөйледі.
Бұл жібердім қалаға, бұзау баспақ танаға, арнап едім балаға. Бір тайдың несін сұрайды, әкете бермей далада. Бір тай түгіл қобыланнан, жалғыз жаным садаға. Қалағанымды алдым деп, мақтанып барсын алдына, тоқтар сынды ағаға. Байдың сөзін естіп, қаралатты көсілтіп, қайта шапты балаға. Қалағаныңды берді деп шыбын жанын құрбан қып қара көжек арада. Баладан болып садаға, ұстап беріп биені, жатқылады ені. Қарны жерге тиеді, құртқа сұлу күймеден қарғып түсіп биені маңдайынан сүйеді.